Мен Сапар Жұмабек Молдабайұлы отставкадағы әуе десант әскерінің отставкадағы полковнигі. Әскерде болдым көп жыл. Оның үстіне ауылдан 43 жылы шақырылғаннан кейін әскерге военный училищені бітірдім. Военный училищені Қошқарбаев деген қазір көп үкімет үйіне тутықкен, сонымен бірге оқыдым. Сосын бізді Майданға бөлгенде 12-ші Белорусский фронтқа, мен 3-ші Украинский фронтқа бөліп жіберді. Содан мен Майданға 43-ші жылдан бастап Майданға қатынастым. Румыния, Венгрия, Австрия, Чехословакия, Югославия, Болгария деген елдерді азат етуге қатынастым. Біздің әуе десант әскері ылғи взводым менен мына Киевті босатқанда Украинада Белый Церковь деген қала бар. Сол Белый Церковь деген қалаға түстім, десантироваться етіп. Отан соғысы Словакия деген елдің Прага деген орталығы бар екен. Содан 20 шақырым жетпей отан соғысы бітті. Сонан кейін біз со жақтан қайрылдық Ресей еліне. Рама деген қала бар екен, сонда тұрдық. Сонан кейін бізді тревогамен көтеріп Эстонияға алып барды. Менің әскерде болған дивизиям Псков деген қалада тұр. 104-ші гвардейская воздушно-десантная дивизия деп аталады. Мен әскерден босағаннан кейін қызмет істедім. Мамандығым инженер-механик болғаннан кейін ең алдымен мұғалім болдым. Сонан кейін мекемелерді басқардым. Таксопарктың бастығы, облавтотрестің бастығы болып, ең соңғы қызметім Талғар қаласындағы автотранспортное предприятие грузовое. Сонан пенсияға шықтым. 3 балам бар, 2 ұл, 1 қызым бар. Қазір 95-темін. Айналайындар, барлығың аман болыңдар, денсаулықтарың күшті болсын. Үй жайлар жақсы болсын, ата-аналарың амандық болсын, аурулық сырқаудан болсын. Мамандықты дұрыстап игеріп алыңдар, үкіметтің тірегі болыңдар. Мамандар біздің елімізге керек, өте жақсы. Міне сондай менің тілегім бар. Болды ма? Тағы ма? Өскелең ұрпаққа қандай өсиет айтасыз ата? Өскелең ұрпаққа бірінші бәрі мамандық алып, тәрбие жағынан істеңдер, дұрыс істеңдер. Сондай жағдай. Рахмет. Я обращаюсь к молодежи, я гвардии полковник воздушно-десантных войск в отставке Сапар Жұмабек Молдабаевич. Проживаю в городе Талгаре 54 года. Знаю сельхозтехникум, это было ведущее учебное заведение в нашем районе. Готовят очень достойных, высококвалифицированных специалистов. Желаю вам, которые все обучаются, достойными быть специалистами, когда пойдут на места работать, показать, что получили они достойные знания и звания, и чтобы были примером. Значит, желаю всем благополучия, вам, родителям, вашим учителям. Будьте всегда здоровы, пусть нас не поколебает никакие невзгоды. Все переживем, все победим. Рахмет. Біз енді сізге көп рахмет, қабылдап бізбен өзіміздің өткен кеткен өмір баянымызды қысқаша айттыңыз. Өте керемет.
Енді мына жақсы екенсің. Бала шағаларыңыз бар екен, солардың қызығын көріп, бұйырған Құдайдың бір жақсысын жасаңыз, денсаулығыңыз мықты болсын, аумай өстіп. Бізбен әрқашанда қауышып, сізді ұмытпай міне келіп, бүгінгі өзіміздің жаңағы қолымыздан келген немізді істеп отырмыз. Мың рахмет. Мың рахмет. Денсаулығыңыз мықты болсын. Мың рахмет сендерге. Балалардың қызығын көре беріңіз. Алла тағаланың қолында бар. 50-60-қа жеткен шығармыз балаларыңыз. 58'de. Білім алушылар, осымен біздің тікелей эфиріміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Уважаемые ребята, у нас прямой эфир. До свидания.